Кундуз, мен саған бір сурет көрсетсем, соны айтып бере аласың ба маған? Мен осы сурет үшін келіп тұрмын, сонау Алматыдан. Мынау сен ба? Кім бұлай істеген сені? Қазір мен сені алып кетемін, кім мынаны істеген? Қорықпа. Ал? Мама? Мама істеді. Қай мама істеді? Зүлфия мамам ба? Иә. Мен подсказка беріп тұрған жоқпын, өзі айтып тұр ғой. Қанша уақыт жаттың сен осылай? Көп. Мынаны байлаған кезде Зүлфия апай маман болды ма? Байлаудың қасында қатысты ма, әлде үйде болған жоқ па? Болды. Мен оны байлаған жоқпын ол кезде ше. Сосын? Білмеймін, мынаны алып кіріңдерші дедім мен үйге ше. Алып кіріңдерші үйге деп. Сіз енді ол кезде болған жоқпын дедіңіз ғой. Мен үйде ол кезде бұнда байланған мен көрген жоқпын, бұның үшін мен түсінбеймін ше. Мынау сұмдық қой. Ауырған жоқ па осы кезде сенің денен, қол аяғың? Мынау аузыңды байлап саған ба скотчтап? Таня, сіз келіңіз енді. Сіз енді шында жауап беріңіз. Мынаны кім байлады? Настик, Адихан. Сол кезде мама үйде болды ма? Бодичоқу. Қайда болды? Алматыда. Алматыда болды? Таня айтып жатыр, дәл осылай байлаған кезде Әділхан байлады, мама, яғни Зүлфия үйде болған жоқ дейді. Өтірік па, шын ба? Болды. Болды ғой, а? Құндыз, мен саған сенем. Ардақты ағайын, шұғыл алдарыңызға шығып тұрмын. Әлеуметтік желіден барлығы маған Құндыздың Зүлфияның үйінде қол аяғы скотчталып байланған суретін жіберіп жатыр. Қазір енді мен Алматы қаласындамын. Мән-жайды білу үшін Зүлфияға хабарласам. Зүлфия апай, саламатсыз ба? Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір болады. Зүлфия апай, анау әлеуметтік желіде Құндыздың суреті таралып жүр ғой, жатыр сіздің үйде скотчталып аяқ қолы. Ол не сурет? Соны менде няня болып істеген ана Құндыз кімді ұрған ғой Назгүл, мен саған қазір суретін жіберем. Кімді кім ұрған? Құндыз кімді ұрған? Әпкесін ұрған ғой, возбужденный болып. Сол кезде байлаған ба білмеймін ғой, мен де соны қазір көріп жатырмын. Құндыз біреуді ұрғаннан кейін кім байлаған оны? Үйде Танялар байлаған ғой. Таня байлаған ба? Иә, мен байладым дейді ғой. Таня қазір қасыңызда ма? Қасында. Таня сөйлей ала ма? Сөйлемейді ғой, ол да не ғой, группадағы ғой. Енді неге сіздер өзі жаралы қызды байладыңыздар? Неге оны байлатқызасыз? Яғни мен бар ғой, соны үйде болсам, мен ары бері жұмыста жүрмін. Менде нерв болып қазір. Шыны керек қой, Руслан, мен понедельник күні заявление жазып өткіземін. Рахмет. Уже мен неше түрлі нәрселер шығарып. Жақсы. Сіз кімге өткізесіз оны? Өкіметке. Онда мен дүйсенбі күні барам Таразға, иә? Күтіңіз мені. Жоқ, сіз жауап беру керексіз осы тірлік үшін. Мен барам, күтіңіз мені. Қалай сіз? Жауап